Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі, құрметті қазақстандықтар. Мен бұл видеода Нұрбанк екеуміздің арамыздағы сұхбат пен аздаған келісімдер туралы көрсетіп отырмын. 2018 жылдың 3 қыркүйегінде Нұрбанктен несие төлеуге бардым. Мен өзім тамыз айында несие алған едім. Сол уақытта Нұрбанктен ақсыз қызмет алғым келді. Төлеу үшін ресми тілде ол қызмет бар екен, терминал арқылы төлеу керек екен. Бірақ терминал арқылы мен ақсыз қызмет ала алмадым мемлекеттік тілде. Себебі ол жерде мемлекеттік тілде енгізілмеген екен. Және де сол жерде өтініш тастадым. Мен мемлекеттік тілде терминал арқылы ақсыз қызмет алғым келетін, және ол маған ыңғайлы екенін. Себебі ресми тілде алатын қызметкерлер кез келген заправкіден, Нұрбанктың терминал орналасқан жерлерден барып ақсыз қызмет алып жатты. Және де менің үйімнің түбіндегі келу заправкасында де сол терминал орналасқан, бірақ мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейді. Және де Нұрбанк тарапынан Гүлжан деген, қателеспесем Гүлжан болу керек, байланыс орталығының басшысымен өзін таныстырған азамат телефон хабарлама жіберді және телефон шалды. Сол кісі осы 2018 жылдың соңына дейін мемлекеттік тілде қызмет қосылатынын айтты. Мен күттім соны. Банк бөлімшесі маған жеңілдік берді. Онда жеңілдік бергенде кассаға барып ақсыз касса арқылы төлеп отырдым. Бірақ бәрібір де үйден ресми тілдегідей кез келген жердегі терминалдан төлей алмадым. Және де ыңғайлы. Мен үйімнен шығып, анау бөлімшеге барып төлеу әрине аздап уақыт алады. Көріп оны біліп тұрсыздар. Аздаған жолға ақша кетеді дегендей нәрселер бар. Аздаған емес, нормально. Өз 15 мың төлеймін, соған енді тағыдай жолға кететін 2-3 мыңды қоса беріңіз, уақытыңызды қосыңыз. Сонымен мен оған ренжімедім. 2018-дің соңында қазақ тілінде қосылса, ең бастысы мемлекеттік тілде қызмет берсе жақсы болар еді деп ойладым. Бірақ өкінішке орай 2018-дің соңында қайта хабарлама келіп тұр аяғына қарай. Міне осы 25-теріне ма келді. Енді олар 2019-ның 1-тоқсанына дейін қалдырып отыр. Өте өкінішті. Бұл Нұрбанк тарапынан мен мемлекеттік тілде құрметтемеу, мен үшін мемлекеттік тілде ол құрметтемеу және Қазақстан заңына кішкене бағынбау сияқты болып көрініп отыр. Өйткені біздің елде кез келген мекемеде заңды болсын, жеке болсын, мемлекеттік тілде, ресми тілде талап етуге құқығымыз бар. Ал мен мемлекеттік тілде талап етіп 4 ай бойы оны ала алмай жүрмін. Және де оны орналастырған кезде де неге оның мемлекеттік тілде сөйлемеуіне, жауап бермеуіне, оның ішіндегі мемлекеттік тілдегі мәзірдің жоқтығына қарамай, оны халықты мемлекеттік тілді құрметтемей солай қоса салғанына таңым бар. Және де өтініш айтқаннан кейін де міне қазір қыркүйек айынан бар есептесем, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, міне 4 ай болып отыр. 4 айда әлі олар тағы да ары қарай созып отыр. Одан ары қарай Құдай біледі қаншалықты не болатын. Одан қалса өткенде Айнұр деген ғой деймін, байланыс операторым деп таныстырды. Айнұр болу керек есімі. Менде жазылып тұр, мен Айнұр деп. Сол кісі алып бір мазақ қылғандай болып көрінді. Неге сіз оған біздің банкке шүйлігіп алдыңыз? Сізге банктың бөлімшесі қызмет көрсетіп отыр ғой. Неңіз кетті дейді. Менің уақытым кетті. Әр таңын банк бөлімшесіне барып келу үшін қаражатым кетіп жатыр артық. Және ең бас оның өзі де, одан бөлек менің намысым кетіп жатыр. Өйткені ресми тілдегі қолдану құқығы мен мемлекеттік тілдегі қолдану құқығы тең болмай тұрған сияқты.
ресми тілде қолданатын болса мен кез келген жерден төлей аламын да, мемлекеттік тілде төлеу үшін мен міндетті түрде банк бөлімшесіне баруым керек. Әйтпесе үйдегі жақын маңдағы бір терминалға барып, жаңа Нұрбанктың терминалдарына барып, ресми тілдегілер төлеп жатыр, мен төлей алмаймын. Міне осыған байланысты мен осындай жағдайлармен жалпы халықты таныстырып, осы мәселені көп болып сұрап, сол Нұрбанк тарапынан көпшілік болып, осы мәселенің тез шешілуін сұрауға шақырамын. Және де мемлекет тарапынан да осы мәселеге байланысты Нұрбанктың жазасын өзі берсе екен. Өйткені біздің мемлекеттік тілімізді, ар-намысымызды таптап отыр деп мен солай түсінемін. Рахмет, тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.